Саламатсыздар ма балалар? Бүгін Қазақстан тарих пәні бойынша қоғамдық саяси ойдың дамуы бөлімі бойынша Қазақ Тұрғын Академиясы КСРО-ның ірі ғылыми орталығы тақырыбында сабағымызды бастайтын боламыз. Бүгінгі сабақта Қазақстан ғылымын дамытудағы Қазақ Тұрғын Академиясының рөлін анықтайтын боламыз. Екінші, кеңестік кезеңдегі ғылымның дамуына Қазақстанның көрнекті ғалымдарының қосқан үлесін бағалаймыз. 20 ғасырдың 20 жылдарынан бастап республикада КСРО ғылым академиясы ұйымдастырған бірқатар тұрақты және маусымдық ғылыми қоғамдар жұмыс істейді. Академиктер Персман, Григорьев, Самойловичтер жетекшілік еткен экспедициялар өлкеде ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізді. Олар пайдалы қазба орындары, өсімдіктер мен аңдар дүниесі және қазақ халқының тарихы мен этнографиясы жайлы құнды еңбектер жазды. Картографтар мен геодезистер Қазақстан аумағының 90%-ға жуығын картаға түсірді. Кен көлдерін ашты. Іргелі ғылыми ізденістердің барысында республика хром мен ванадий қоры жағынан әлемде бірінші орын алды. Мал шаруашылығы өркендеп, қой мен ешкінің жаңа түрлері шығарылды. Қазақ ССР ғылым академиясының құрылымы бірнеше ғылыми зерттеу институттарымен жұмыс жасады. Олар философия, география, филология, физика, математика, топырақ зерттеу, архитектура, химия, металлургия, ботаника, зоология, астрономиялық обсерватория, тіл, әдебиет және өнер. Ғылым саласындағы ынтымақтастық та жемісті болды. Соғыстың басында КСРО ғылым академиясының Орал, Батыс Сібір және Қазақстан ресурстарын қорғаныс қажеттіліктеріне жұмылдыру жөнінде комиссия құрылды. Қазақстанның әскери экономикасының дамуына негіз қаланды. Ғалымдар көптеген зерттеулер жүргізді. Алматыда 20-дан астам ғылыми зерттеу институттары орналасты. Солардың қатарында 1920 жылы ашылған Орынбор қаласындағы ғылыми мекеме Қазақстанды зерттеу қоғамы болды. 1938 жылы Қазақстанда КСРО ғылым академиясының ғылыми базасы ашылды. Ал 1938 жылы бірнеше секторлары бар Қазақ бөлімшесі қайта құрылды. 1946 жылдың маусым айында Қазақ ССР ғылым академиясы ашылды. Осы Қазақ ССР ғылым академиясының құрамы 4 бөлімнен жасақталды. Бірінші минералды ресурстар, екінші физика, математикалық ғылымдар, үшінші биологиялық және медициналық ғылымдар, төртінші қоғамдық ғылымдар. Ғылым академиясының құрылуында көптеген қазақ зиялыларының еңбегі өте орасан. Соның бірі Қаныш Сәтбаев, бірегей тұлға. Қаныш Сәтбаев көрнекті ғалым, қоғам қайраткері. Қазақ ССР ғылым ұлттық академиясының тұңғыш президенті. Ол 1899 жылғы 12 сәуірде қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауылында дүниеге келген. 600-ден астам ғылыми еңбектердің авторы. Орта Азия мен Қазақстаннан шыққан алғашқы академик. Жезқазған мыс кеніштері жөніндегі көп жылдық еңбегіне 1947 жылы мемлекеттік сыйлық берілді. Қазақ ССР ғылым академиясы астрофизика институтының ғалымдары күн жүйесінің бір планетасына ғалымның есімін беру жөнінде ұсыныс жасады. ақш-тың Кембридж қаласындағы халықаралық планета орталығы бұл ұсынысты қолдап бекітті. Жерден 100 километр қашықтықта космос төрінде Қаныш Сәтбаев атындағы планета ұшып жүр. Балалар, бүгінгі оқу материалы бойынша мен сіздерге психотерапия үшін екі тапсырманы дайындап қойдым. Бірінші тапсырма. Назарларыңызды экранға аударып, мұқият болыңыздар. 3 сөйлем әдісі бойынша сіздер
Қазақ Сырғым Академиясы құрылуының алғы шарттарын сипаттайтын боласыздар. Бірінші сөйлемде Ғылым Академиясы ұғымын түсіндіресіздер. Екінші, пайдалы қақпалардың мол екендігін дәлелдейсіздер. Үшінші, мысал келтіресіздер. Рахмет, балалар. Бірінші тапсырма бойынша өз жауабыңызды дұрыс жауаптармен салыстырып береді. Сұрақ: Қазақ Сырғым Академиясы құрылуының алғы шарттарын сипаттаңыз. Ғылым Академиясы кез келген мемлекеттің дамуының көрсеткіші. Картографтар мен геодезистер Қазақстанның аумағының 90-ға жуық пайызын картаға түсіріп, жаңа кен көздерін ашты. Республика хром мен ванна қоры жағынан әлемде бірінші орын алды. Үшінші, екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында Ғылым Академиясының қазақ бөлімшесінде 100-ге жуық қызметкерлер еңбек етті. 11 ғылыми зерттеу мекемелері жұмыс жасады. Ал балалар, екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма интервью әдісі арқылы сұрақ. Дерек көзімен өз біліміңізді қолдана отырып, мына сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ: кен орындары қай жерлерден табылды? Екінші сұрақ: зерттеулер қандай маңызды ақпараттар береді? Яғни оқушыларымыз Қазақстанның кен орындары аймағын анықтаймыз. Екінші, жүргізілген зерттеу жұмыстарына баға бересіздер. Рахмет, балалар. Ал енді өз жауабыңызды дұрыс жауаптармен салыстырып көрейік. Дерек көздің өз біліміңізді қолдана отырып, сұрақтарға жауап беріңіз. Яғни бірінші сұрақ: кен орындары қай жерлерден табылды? Жауабы: Қарсақбай, минералдық шикізатқа бай, Сарыарқа, Кенді Алтай, Қарағанды, Қаратау секілді аймақтарға ерекше назар аударды. Екінші сұрақ: зерттеулер қандай маңызды ақпараттар берді? Яғни зерттеулер кендердің құрылысы, шығу тегі туралы маңызды ғылыми қорытындылар жасады. Ал енді балалар, біз бүгінгі сабақтан өткендік және негізгі кері байланыс. Кері байланыс бізде күміс ең қызықты әдісі бойынша 3 баған берілген, яғни Q бағаны бойынша сізге сабақта ұнаған ақпаратты жазасыз. N бағаны бойынша сабақта ұнамаған, түсініксіз, қажеттілігі жоқ ақпараттарды жазасыз. Қызықты бағаны бойынша естіген қызықты мәліметтерді, тақырып бойынша білгіңіз келетін сұрақтарды жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет.